Иә достар, көптің сұрауы бойынша шашты жинадық. Келесі кезекте Тәуіржан мен Айгүл. Бүгінгі жобаның шығарылымын көрген боларсыздар. Тәуіржан мен Айгүл қайтадан қосылды. Осыдан 3-4 күн бұрын екеуі Инстаграмдағы парақшаларында бір-бірімен таныстықты тоқтатып, бірақ сондай бір жағдайлар болып жатқан еді. Көптеген көрермендер тіпті депрессияға түсіп деген сияқты, енді қосылақты көрмейміз, екеуі үшін көрген едік деген секілді өздерінің пікірлерін жазып білдіріп жатыр екен. Оның ішінде мен де бармын, екеуі үшін қарап жүрген едім. Сонымен ол екеуі бүгінгі шығарылымда жобада бір-бірімен татуласып, жұптық арақатынас ары қарай жалғасып жатыр. Енді бұл жұптық арақатынаста негізі арақатынасты жақсы сақтау үшін, бір-біріне деген жақсы қарым-қатынасты сақтау үшін не істеу керек? Дұрыс, бір-біріне деген сезімдерін, бір-бірін тыңдай білу керек, ең бастысы. Және де Айгүл оны түсінді, оны білді. Тәуіржанның айтқан ескертпесін есіне алып, есіне сақтап, бүгін тамақ жасап әкелді, тамақ жасап әкелді. Сонымен бұл жұптың қарым-қатынасы ары қарай көпке жалғасады деп ойлаймыз. Сіздер өздеріңіз не деп ойлайсыздар? Тойға дейін бара ма, әлде жоқ па? Негізі мен өте қатты қуаныштымын. Мүмкін жақсы бір жұп және жақсы бір отбасы шығып қалатын шығар. Кім біледі? Отырысымыз осындай болып тұр енді. Аяқ киім шешіп алған, үйдегідей атмосфера болып тұр. Мына қалай? Мына жақта етіп ашып қалсаң, тау да, мына жақта өзіміз домашний уют болып тұр. Атмосфера сұмдық болып тұр. Бұрын осы жерде президенттер демалған Улырач. Үлкен паркі бар ар жақта. Жүрт әдеміз. Жаурақ қалды ма енді? Жаурақ қалатындай болып тұр енді погода деген. Ярасыл деген дос баламыз келді. Екеуміз цветочный магазин ашқанбыз, Мерьера деген. Ау, өтіп кетесіздер ғой сіздер. Қалайсың? Екеуміз бизнес бастағанымыз кезінде, ой-ой. Бірінші таныс тұрсыңдар ма? Иә, бірінші. Кеттік болды. Кеттік қалды. Біз осындай жерге келдік. Мына звукты қараңыздаршы. Судың дауысы күшті. Осы дауыспен тамақ ішуге келдік. Енді қалайсыз? Өкпереніс ештеңе жоқ қой, болды ғой. Менде де жоқ өкпереніс. Болмас енді. Қалай екен бұлай өзіңізбен өзіңіз жүрген? Нормально. Вид ар жағы күшті болып тұр. Мен енді жалпы көп тамақ істемеймін деп айттым ғой, бірақ арасында бір шабытым ашылып кетіп тұратын моменттер болады. Мен негізі жасай алмаймын емес, любой нәрсе жасай аламын, просто маған сомнение болмау керек та. Ал кеттік, ал енді бауырсақтан бастағым келіп бар ыдыс примерно осындай. Енді бізге не керек? Бауырсақ үшін оны әрине кішкене майонез қосасың, май қосасың, тұз, су, дрожж. Дрожж мен ондай түрі ғана бар екен магазинде. Пакмайя деген дрожж жақсы еді, сол дрожж таппадым. Ладно енді, болады не болса да. Бисмилля. жасалған. Жан рахмет. Та біреу бер. Магнумға негізінде продукт алуға келген ғой, сонымен мынаны көрдім да, балаларға осы жерде игрушка ала аламын ба? И 4 рет істесең 600 теңге екен, соны көріп жатырмын қазір. Мына бір акуланы ала алатын сияқты что-то. Давай. Çok қалай түсіп қалады дегенде. Çok мына негізі вообще дұрыс емес сияқты. Мына ортаға
Ошоға қарап 5000 теңгемен бар екен. Ана ойыншықты көрдің бе? 5000 теңгемен бар. Я, шын 5000 теңге ғой. Типа соны аласың. Игрушканы 5000 теңгесімен аласың. Давай. Ладно енді. Болды. Бітті, жарайды.